Енді құрылыс компаниясына келетін болсақ, егер сіз құрылыс компаниясында үй алайын деп шешкен болсаңыз, флиппингке арналады. Ондай болса, ол жердің сіз документтің барлығын сұрауыңыз керек. Көп адамдар білмейді документті, құжатты білмейді. Құжат білмегеннен кейін ертең олар өздері минусқа кіріп жатады. Ең бірінші осы үйді салғанға олар сатуға құжаты бар ма? Жаңа КЖК дейді ғой, КЖК-сі бар ма? Бұл үйге үкімет рұқсат берілген ба, берілмеген ба? Осы нәрсеге. Егер сіз алдын ала ақша салатын болсаңыз. Дайын үйлер болса, документі бар ма? Яғни, бұл үйдің техпаспорты шыққан ба, шықпаған ба? Өте дұрыс айтасыз. Ана жерін сатып алмай, рұқсатсыз салып жеріп, кейін құлатып жатқан үйлер болады ғой. Көп қой. Көп. Алматының өзінде қанша үйлер қазір тоқтап қалды, жылдап тұр, жұрттар ақшасын беріп қойған, алданып қалған. Сондықтан бұл жерде бірінші үйдің документін, құжатын сұрауың керексіз. Бұған рұқсат бар ма үкіметтен? Жоқ па? Салынған ба? Қаншалықты салынған? Жаңағы документтерін барлығын дұрыстап тексеріп барып алуыңыз керексіз. Енді бізде документ болады, енді шығады деген сияқты көп нәрсеге енді көп қой, енді мелкий застройщиктер де көп та. Сондықтан мен айтам, аласыз ба, жақсы құрылыс компанияларын алыңыз. Ірі құрылыс компаниялар бар бізде, Қазақстанда бар. Енді олардың құжаттарының барлығы дұрыс. Репутациясы жақсы. Олар өзінің репутациясын жоғалтқысы келмейді, сондықтан алады. Енді екінші бір жағдай бар. Ол жеке тұлғадан. Енді көп адамдар жаңа инвестор болып ақшасын салады. Одан кейін 1 жыл 2 жыл күтеді. Одан кейін олар ремонт жасағысы келмейді, сатып пайда үстінен 1-2 миллион болса да пайда көргісі келеді. Сөйтіп черновой күйінде сататын. Оны сіздер крышадан басқа, енді көп қой, крышадан басқа да өте көп жаңағы алатын жерлер көп. Үйді алуға болатын жерлер көп. Алған кезде сіздер неге мән берулеріңіз керексіздер? Ең бірінші, бұл үй оған кісіге қалай келді? Қалай сатып алды? Қалай сатып алды? Кімге сатып алды? Бұл үйдің құжаттары қаншалықты дұрыс? Бұл жерде енді тек қана договор купля-продажа еді, сатып алу, сату келісім шарты ғана емес, одан басқа өте көп құжаттар болу керек. Қандай? Енді бұның барлығын мен айта алмаймын. Бұның барлығын енді өзім сабағымда айтамын. Өте көп бұл жерде құжаттарға өте көп мән бермесе, мысалы, көп адам үйді алған кезде ол құжатын тексермейді екен. Сондықтан осы жерден олар минусқа кетіп жатады. Құжатқа өте қатты мән беретін адаммен.